Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қымбатты туғандар. Бүгін сан мыңдаған жылдар бойы бабаларымыз аңсаған тәуелсіздік күні. Ел мерекесі болған егемендігімізге бүгін 31 жыл толды. Соның үшін бүгін біз әріптестерімізбен бірге өзінің ерекше табиғаты, қонақжайлылығы, қала берсе достық ынтымақтастығы мен көзайымымызға айналған Бостандық ауданына келдік. Бұл жерде мерекелік шығарылымдан сіздерге үзінділер ұсынамыз. Ташкент уалетінде орналасқан Бостандық ауданы өзінің ерекше табиғаты, көп ұлтты аудан екендігімен қоса өзге аудандардан ерекшеленіп тұрады. Өзбекстан Республикасы мемлекетінің тәуелсіздік күнінің 31 жылдығын Ташкент облысы Бостандық ауданы тойлап жатыр. Бұл жерде барлық ұлттармен қатар қазақ ұлты да тойға қатысып отыр. Біздің президентіміздің мынандай сөзі бар. Біздің елімізде ең үлкен байлығымыз көп ұлтты халқымыз деген екен. Соның үшін бұл жерде түрлі ұлттар жасайды. 25-30-ға жақын ұлттар жасайды, ұлыстар жасайды. Солардың барлығы достықта, бірлікте, барлық осындай мәдени шараларды, мейрамдарды, Наурыз мерекелерін біргелікте тойлайды. Біздің қазіргі негізгі мақсатымыз, президентіміз айтқандай, жаңа Өзбекстанды құрып жатырмыз. Жаңа Өзбекстанды құрған кезде қазір көп мәнді жастарға беруіміз керек. Жастардың өнерде тәрбиелеуде, білімде тәрбиелеуде көп мән беруіміз керек жастарға. Міне қазір барлық ұлттар өзінің бірлікте, ынтымақта жасап келеді. Сонымен қатар Бостандық ауылында көптеген қазақ ұлтына тең мектептеріміз бар, балабақшаларымыз бар. Ауылдарға жаңа мектептер құрылып жатыр, жаңа балабақшалар құрылып жатыр. Өте қуаныштымыз. Мына біздің жаңа Өзбекстанымыздың келешегі жарқын. Неге десеңіз, біздің президентіміз айтқан сөзінде тұрып, барлық уәделерінде тұрып, қаулылары орындалып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Бостандық ауданында жасы үлкені де, кішісі де, елінің, халқының өркеюі үшін өз үлесін қосуда ерекше еңбектенеді. Оған дәлел ретінде неше жылдардан бері Бостандық дауысы газетасында жұмыс жасап келе жатқан зейнеткер Жақсылық ағамызды айта аламыз. Бостандық ауданында 33 жылдан бері газет шығып келеді. Ол кезде газет Бостандық Большевик атанды, 60-жылдардан кейін Бостандық дауысы атанды. Сол Бостандық дауысы атанғаннан бері осы жерде мен де сол жерде еңбек етіп келемін. Яғни бұл газетіміз халықтың мұңын мұқтап, жоғын жоқтап, мақтанышын аспанға көтеретін, насихат жүргізетін туындылардың бірі. Біздің елімізде 21 қазақ мектебі бар. Сол қазақ мектептерінің барлығында да балалар үлгілі оқып, өздері үлгі болуда. Айтатын болсақ, осы жерде әр жылы ең кемінде 2 баладан, болмаса 3-4 баладан 6 медальмен бітіріп келеді. Міне биылғы жылдың өзін алсақ, бірінші Абай мектебінде, 33-ші мектепте 3 жігітіміз 6 медальмен бітірді. Ал 28 9 класын оқушы қызыл аттестатпен мектеп бітірді. Міне соның ішінде Абай мектебінен 2 жігітіміз сол әлгі олимпиадаларға, нелерге қатысқан үшін институтқа түсіп кетті екеуі. Ал сонымен бірге осы жердегі жергілікті қазақ жігіттердің өзі міне біздің арамыздан күресте, штангеде, бокстен де елге танылып, осы Өзбекстанымыздың туын жоғары көтерген жігіттер жоқ емес. Елнұр Абдраимов кеше ғана Америкада белбеу, алтын белбеу тақты. Сонымен бірге олимпиада туған елім, соған жерім деген Қазақстанда өткен олимпиадада біздің 3 жігітіміз медальмен оралды. Қай шығармашылық кеш, мереке, той думан, концерт болсын, біз тілге алған балауса фольклор ансамблісіз өтпейтіндігін ауыз толтырып айтуға болады. Біз Балауса домбырашылар тобы 2016 жылдан бері Орманова Жарқын апайымыздың бастамасында болған. 2016 жылдан бері өз жұмысымызды атқарып барамыз. Және де бұл қазақи домбырамыздың арқасында көптеген жетістіктерге жетіп, олимпиада жарыстарға және де мерекелік кештерде елге өз әндерімізді жолдаудан талмаймыз. Және де елдің
көңіліне шығу біздің мақсатымыз. Ал бұл Балауса домбырашылар тобы 2019 жылдан бері Балауса халық домбырашылар тобы ансамбль атағына ие болған. Және де көптеген жетістіктерге жетіп жүрміз. Әрине бұның барлығы оқушының көңіліндегі болған нәрселердің барлығы бұл ұстаздарымыздың арқасында деп білемін. Республикамызда отанымыздың, тәуелсіздігіміздің 31 жылдығы болып жатыр, Құдайға шүкір. Бұл осы орайдан пайдалана отырып, мен Өзбек 31 жылдығымыздың мерейтоймен барлығыңыз шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт заманда өмір сүре берейік. Ал енді осы мерекелік кешке арналған әндеріміздің бірін сіздердің назарларыңызға ұсынсақ, қабыл алыңыздар. Айтын бағымын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Ая көзім қадырым, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің, айнымайтын бағымын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей бағылдым. Тыныш, керемет заманда қолын дұғаға жайып, тілеуіңді тілеп отырған ата әжелерді көрсең, көзің қуанады. Олардың бірі елінің мақтанышы, ауылының ардагері, отбасының ұйтқысы болған қазіргі күнде 9 перзенттің әкесі, немере шөберелерінің ерке атасы Махамбет аты Орынбаевты әңгімеге тарттық. Махамбет ата, отан отбасынан басталады деп айтамыз, осы сіздің жасыңыздағы аталардан, яғни өзіңізден жастарымызға, қазіргі күндегі жастарымызға отанның тыныштығын, берекесін сақтау үшін не насихат айта аласыз? Жастарға айтарым, жаннат атаман ананың табан астында деген сөз бар мұсылманда. Әрдайым ата-ананы құрмет қылу керек, ізетін жайына қою керек. Ата-ана сендерді өсіріп, өндіріп, осындай жеткізген екен, ата-анаға қарау мұсылманның міндеті. Біз отбасыны бақыт деген не? Бақыт деген бір үйде отырып, семьяңмен кешке таман күзікелесіп, әңгіме қылып, тамақтанып, білген ақылыңды айтып отырса, үлкендердің міндеті бұл. Әрдайым жақсы күндеріміз, ізгі тілектерімізді барлық ауылдастармен, қоршы көлеңмен әңгіме бар. Атырауыңнан 40 үй сенің қоңсың деп айтады. Сол қоңсың тоқ болса, сен тоқсың. Атырауыңда нашар семьялар болса, оған жәрдем беру керек, оларға қарау керек. Қолдан келсе жәрдемді аямай, жастарға білген ақылымызды айтуымыз керек, жол жорық көрсетуіміз керек. Бұл қариялардың міндеті болып табылады. Біз бұл қожалықта 2,5 мың қожалық жасайды. 12 мыңнан астам ақалысы бар. Мына Қарабай мақаласының өзінде 600 адам болып, сол жерде соның бірі біздің Орынбаевтар осы жерде istiqomat қыламыз. Біз семьямызда өзі 7 адам жасаймыз. Мен өзі 47 жыл туылғанмын. Жасым 76-ға келіп жатырмын. Кемпірім 51 жылғы 72-ге келді. 4 ұл 5 қыз тәрбиелеп өсірдік, бәрін оқыттық, жай-жайына қойдық. Содан 2 балам қарби, біреу пенсияға шықты, біреу Өскеменде Қазақстанда тұрады, ол да қарби болып істейді. Келіндерімді бәрі оқыған, зиялы айладан біз. Әрдайым мұны еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Мұны Өзбекстанымыз айнықса мұстақылықтан кейін үлкен бір дәрежелерге жетіп жатыр. Мұны әзіргі патшамыздың алып бара жатқан саясаты өте бір елге тиімді, пайдалы болып тұр. Себебі мұна жоғарыда отырған қызметкерлерге халықпен бірге бол деген айнықса сөздері. Мұна халқымыз үшін келіп, солардың мүдделерін қорғап, мұна бірнеше темір кітап дейді, басқадан нашар семьяларды тізімге алып, оларға уақытында жәрдем беріп тұрғандары. Мұна көшелеріміздің мұстақылықтан кейін барлық көшелер асфальт болуы,
абат мақалаға кіруі, светтер, көшелеріміз свет жарық болуы, мына ішімдік суының келуі, бұның бәрі мұстақылықтың шарапаты. Мұны Алла Тағала бізді осындай уақытқа тура келгенімізді жасау үшін мұны жаннат мәканында жасап, бізді ешкім бір үшімләт етіп атқан жоқ, ештеңе бір қиыншылық болып атқан жоқ. Барлық той қашандарымыз өтіп жатыр, тіршілігіміз бар жатыр. Біз өте Өзбекстанда жасағанымызға міннадармыз. Себебі барлық нәрсе мұқая әзір. Міне бар нәрсе мұқая болған екен, бар нәрсе жеткілікті болған екен, адамды мамнун болып өте бір құрсаншылықпен жасап келіп жатырмыз. Әрдайым еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, патшамыздың апарып жатқан саясаты бұдан да көркейе берсін. Патшамызға, елімізге, аудан әкімдеріне үлкен рахмет. Осы жалпы халыққа қарап, халықтың мұқтажын, мұңын тыңлап, соларды амалға асырып бара жатыр. Мұстақылықтан кейін адамның өмірге деген құлшынысы артты. Жасағын келе береді. Картесекті әлде жасай берсек дейміз. Өйткені бәр нәрсе болғаннан кейін адам бір өзінен өзі құрсан болып, жақсы рақаттанып жасар екен. Бостандық ауданының ісмер, шебер әйелдері құрақ көрпеден құрақ кеудешеге дейін, құрақ бөстектен құрақ жастыққа дейін жасап, керемет нәрселердің де қарапайым тәсілімен ақ өмірге келетіндігін қалың жұртқа паш етіп келеді. Зердесінде зейіні бар адамдардың қай-қайсысы да құрақтан жасалған заттарға ойлы көзбен назар аударса, сан алуан сәнді түстердің бір-бірімен жарасым тауып, әдемілік әлемін сыйға тартып тұрғанын айқын аңғара алады. Бұл идея жастығымның, балалық шағымнан маған арман еді бұл. Арманыма жеттім деп ойлаймын. Енді бұндардан кейінім қатты армандарым бар. Өзіміздің бостандықта, мысалы үшін қазақтарымыз, өзіміздің андайларымыз көп, достарымыз. Соларға қарап бір-екі жұмыста істеп беріп көрдім бірінші. Ой, сен үйсең болады ғой, мынаны киітсең болады ғой, қолыңнан келеді ғой деген екен. Өзіме идея пайда болды, өзім ашайын, өзім қолданайын осы жұмысты деп кеңейттім. Өзімнің жақындарым, туыстарымды алдыма кеп, отбасылық бизнесті бастадым. Өзім анам көрпе-төсек көп тігереді. Үйде кішкентайлығымыздан өзі көрпе-төсек. Бала кезден бар бізде. Бала кезден анам көрпе-төсектер, онша-мұнша андайларды тігіп жатқан. Желекілер тігіп жатқан, қол орамалдар тігіп жатқан. Анамның андайлар. Өзіміздің жасауларымызға анамыздың құрақтарымен барғамыз. Көбісін анамнан үйренгенмін өзім. Негізі ұстазым өзім анам. Келешекте бұның кеңейтіремін. Кеңейткенде қалай кеңейтемін? Өзім ауылда сіңілерім шығып жатыр. Осы ауылдың қызымын өзі, шегір руым. Бостандықтың қызымын. Сіңілерім келіп жатыр, өзім келіндерім келіп жатыр. Бізге де үйретің, бізге де көрсетің дегендер. Соларды алып, кеңейтіп, Құда қаласа қатта-қатта жоспарларым бар алда. Желекілер, ойма, тоқыма, сондайларды кеңейту арманым бар. Ниеттерім баршаға денсаулық, алдыменен денсаулық берсін. Ісінің оңынан келтірсін деймін бәріңін. Егемендігіміз әйтеуір мәңгілік болсын. Құдайға шүкір, біреу бірнеке демейді, әйтеуір нация бөлу анау-мынау жоқ біздің Өзбекстанда. Мен өзім біз кішкентай кезімізден ондай нәрсе болған емес, болмайды деп үміттенеміз. Өзіміздің қазақ мектебіміз бар, 33 қазақ мектеп. Өзіміздің тілде, кәдімгідей, өзіміздің андаймыз. Егемендік менімше со деп ойлаймын. Мен со деп ойлаймын. Өзіңше еркін жүрсең, еркін апасасаң, еркінше әрекет қылсаң, Құда қаласа алға жұмыстарын қылып жатырмын. Бәріге қолынан келгенше жәрдем беріп жатыр. Әрдайым осы күлкіміз, осы емін-еркініміз мәңгілік болсын деймін. Таңға жайып талантымен талайларды тамсандырған қазақ қолөнерінің қарапайым қайталанбас түрі қиыстырып құрақ қию, одан көздің жауын алатындай өте бағалы бұйымдар жасау. Оның қымбат құндылығының бір айғағы құрақтан жасалған заттардың ұзатылатын қыз жасауына еніп, бұл дүние мүліктің ажарын арайландырып жіберетіні, үй ішіне ұлттық рең беріп, адамдардың рухын асқақтатады. Үлкен рахмет айтамын. Мына менің қыздарымнан, осы отырған қыздарым бәрі өнерменен осы өнерді бастаған едік.
жақында бастадық, өз күшімізбенен өзіміздің қол өнерді бастап, мына қыз тойларға, ұл тойларға, бүтін керекті қазақ өнерлерін қайтадан қолға асырып, осы өнерді барлық қыздар міне тігіп атыр, істеп атыр. Мына ел жұртымызға амандық болсын, мына өнеріміз бұдан дами берсін, қыздарымыз бұдан кейінгі ұрпақтарымызға осы өнерді үйретіп кетейін деп, мен осы өнерді бастадым осы қыздарға. Мен қыздарымды, 3 қызымды ұзаттым, оларға тірлік жасай бердім, бесік той бердім, Аллаға шүкір, көрсеткеніне шүкір. Енді мына қаған өнерімді мына 75-ке кеп атырмын. Қаған өнерімді осы ұрпақтарға үйретіп кетуге мен ант қылдым, мына қызым бастап атыр, мына аяқта мыналар қолдап атыр. Осылардың арқасында өстіп жүрмін. Аллаға мың қатара шүкір. Неше жылдан бері жастар осыны армандадық, мен арманымызға жетіп отырмыз. Жастар өзінің қолынан келген істерді амалға асыруға мүмкіндік беріп отыр. Мына қыздарымыз, бізді мына Айнұра деген қызымыз өз еңбегімен, семьясыменен осыншалықты өнерін паш етіп отыр халыққа, жастарға. Мұндай қазақ дәстүріндегі дәстүрімізді еш уақытта жоғалмау үшін, қолға алған үшін біз мақала ырзамыз. Осыншалықты өз сыйға ашып, өзінің пейнетіменен мені көріп отырсыздар. Қыздардың жасауы, ұл тойларға көрпе төсек өте күшті, керемет. Үлкен рахмет айтып отырамыз. Біз өзі осы Бостандық ауданы Қарабай мақаласына жасағанымызға мен осы жерге келіп түскеніме 42 жыл болды. 42 жылдан бері өзбек, қазақ, милләт ажыратпаймыз. Барлығымыз ынтымақта, бірлікте осы жерде жасап келіп отырыппыз. Егемендік күндері барлығымызға құтты болсын, президентіміз аман болсын, дені сау болсын. Халыққа деген ынтасы еш уақытта жоғалмасын, халықпенен бірге болсын. Біз де сол президентіміздің арқасында аман есен осыншалықты жеткенімізге қуаныштымын. Енді әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой әпше. Бір өлең айтып берсеңіздер. Бостандық таза ауасы, жүргенім таудың саясай, осы күнге жеткізген құдіретіме қарашай. Осы күнге жеткізген құдіретіме қарашай. Қызылдан ойайын, қызымның үйін толтырайын, қызымның үйін толтырып, құдағи болып отырайын. Қызымның үйін толтырып, құдағи болып отырайын. Қызылдан ойайын, ұлымның үйін толтырайын, ұлымның үйін толтырып, небере бағып отырайын. Ұлымның үйін толтырып, небере бағып отырайын. Достар ынтымақтасып, Құдайға шүкір, бәрі өзбек, қазақ, тәжік, орыс барлықтерімізге ынтымақтасып, тату-тәтті жасаймыз көшемізде. Мен бірі өзбек, бірі қазақ тұрамын. Көшем сондай. Ешқандай тойымызда, жиынымызда, Құдай тамағымыздан бірге өтеміз. Барлықтарыңызды егемендігіміздің 31 жыл болған мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге үлкен рахмет айтам. Біздің Бостандықтан осындай көп өнерпаздар, ақындар, талантты, дарынды адамдар көп шыққан. Мен Бостандықты әрқашан мақтан етемін, жердің жәннаты деп білемін. Өз отанымды қатты шын сүйгендіктен Бостандық жәннат өлкем атты әнімді назарларыңызға ұсынбақшымын, қабыл алыңыздар. Бостандық жәннат отан,
көркімен ашқан шырай, өзіңді мақтан тұтам, гүлденген баурайын-ай. Әлемде бар ма мекен, тең келер табиғаты, өзіңнен алыстасам, сағынтар махаббаты. Әлемде бар ма мекен, тең келер табиғаты, өзіңнен алыстасам, сағынтар махаббаты. Бостандығым жәннат өлкем, бастым ғой бауырыңа, сүйіп өтем өзіңді мен, ғашықпын ауылыма. Айдын аспан, күн сәулесі, ыстық қой алақандай, аялайды ұл қыздарын, сәбидей балапандай. Кіндік қан тамған мекен, тартады әркез мені, осында анам мәкен, балалық бал дәурені. Қосамын жырларыма таусылмас махаббатым, жүректен ән арнаймын, бостандық қосып атын. Қосамын жырларыма таусылмас махаббатым, жүректен ән арнаймын, бостандық қосып атын. Бостандығым жәннат өлкем, бастым ғой бауырыңа, сүйіп өтем өзіңді мен, ғашықпын ауылыма. Айдын аспан, күн сәулесі, ыстық қой алақандай, аялайды ұл қыздарын, сәбидей балапандай. Топырағыңа бас ием табынамын, ерекше бостандықты көрмесем сағынамын. Әрқашан жүректесің, ақ ниет тілектесің, әрбір жан қызығатын, тамаша табиғаты. Әрқашан жүректесің, ақ ниет тілектесің, әрбір жан қызығатын, тамаша табиғаты. Бостандығым жәннат өлкем, бастым ғой бауырыңа, сүйіп өтем өзіңді мен, ғашықпын ауылыма. Айдың аспан, күн сәулесі, ыстық қой алақандай, аялайды ұл қыздарын, сәбидей
Мінекей құрметті көрермендер, қымбатты туғандар, осымен сіздердің назарларыңызға ұсынуды мақсат еткен мерекелік шығарылым өз мәресіне жетті. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.